Ассалаумалейкум достар, қалдеріңіз қалай? Сол мен Ақтау автоэлектригі, Қазақ автоэлектригі. Есім Жұлдызбек. Достар, айтат, менің ішінде щиток приборымда указатель генератор көрсетпейді, бірақ генератор зарядка аз береді. Менің аккумуляторым постоянно өліп қалады дейді. Достар, оның себебі болады. Мысал үшін, регулятордан болуы мүмкін әбден. Егер регулятор новый салған болып, бәрі сондай зарядка аз беріп тұратын болса, диодный мост болады, достар, мынандай болады. Егер замкнутый жанып кететін болса, диодтың біреуі, онда сізде указатель жанып қалады, генератор аз беріп қалады. Или вообще бермеуі мүмкін. Ал мынандай жағдайлар болады, достар, тестермен ештеңе жанбайды, кілт ашасың, аккумулятор свет жанады, машина оталдырасың, өшеді, бәрі жақсы, бірақ зарядка аз береді. Мынандай себеп болады, достар. Тестермен қарап отырсақ, мысал үшін тексереміз. Бәрі көрсетіп тұрады, міне. Көрдіңіздер ме? Бірақ мынада уже не жоқ. Көрсетпейді. Ол неге дейміз? Мына екі диод мүлдем жанып, отключать еткен. Замыкание жоқ, бірақ жанып кеткен, өртеніп кеткен деген сияқты, да? Сондықтан генераторда 3 канал болады. Бұның бір канал мүлдем жасамайды, тек қана 2 каналмен жасап тұрады. Екінші себеп, достар, кез келген көлікте мынандай шкип бар. Осындай шкип. Бәрі білінбейді, қарасаң бәрі жақсы сияқты, мысал үшін. Бұл шкип, көрдіңіздер ме? Іші айналып жатыр. Ол бәрі моторда жабысып тұрған кезде, бұралып тұрған кезде ештеңе білмейді. Но айналып тұрады, но да бірге айналады, но кешігіп айналады. Сондықтан зарядка слабый беру мүмкін. Достар, егер пайдасы тиіп қалып жатса, тағы да бір сұрақтарыңыз болса, мен әрине үлгере алмаймын бүкіл сұраққа жауап беру. Менің ішінде білетінім де бар, білмейтінім де бар. Білетініме жауап берем барынша. Мен айтқан болатын, 15 мыңға жететін болсақ, тек сұрақтарға жауап беретін болам деп. Достар, егер менің пайдалы кеңесім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, поделение жасайық. Достар, Қазақ автоэлектригін қолдайық. Есім Жұлдызбек. 775-881-1116. Каспий код Жұлдызбек, да, деп шығады. Әзіл.